Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жақсылар, Алла тағаланың кейбір уақыттарды руханиятқа бай қылып, оны сыйлауды сіз бен бізге нұсқаған бұйрықтары бар. Солардың біреуі сол Раджаб айы, Ережеп айы, одан кейін Шағбан айы, одан кейін келе жатқан Рамазан айы. Осы үшеуі қатар болғаннан ғалымдарымыз тіпті бір жерде егіп, бірінші айда, екінші айда оны күтіп, үшінші айда оны орып алатын ай деп, осы үш айда қатар келгендігін нұсқап жатады. Яғни Раджаб айынан бастап Рамазанға дайындық жүреді екен. Рамазан айына дайындық деген қалай болады? Ол тек қана аштыққа дайындық емес. Көп адамдар ойлайтын шығар, мен қарнымды аш жүрсем, шөлге шыдасам, қайғысының бәрі осы денесінің жаңағыдегі ойы деп. Бірақ Рамазан айының бір ерекшелігі, сол күндері сіз тамаққа, шөлге ерекше шыдамды боласыз. Ол шілде айында да, басқа айда да әбден сыналып, бастан өткен дүние. Сондықтан сіз оны уайымдамаңыз. Бәлки Рамазанда шама жеткенше руханиятқа толы, бай, кәдімгі Аллаға жақындайтын дәрежеде өткізуіміз керек. Сол үшін Раджаб айын Алланы тануға арнасаңыз екен. Алланы қалай танимыз? Құран-ы Кәримде Алланы тануға екі бағыт айтады. Біріншісі, жер шарын аралаңдар, Алланың жаратқанын көріңдер дейді. Екіншісі, Құран оқыңдар деген мағынада айтады. Яғни Құран аяттарын ойлап, қазақшасын, өзіңіз білген тілді, орыс тілі ма, ағылшынша ма, қай тілді жақсы меңгергенсіз, сол тілде өзіңіз оқып, осы ойға шомып, Алла тағала маған не дегісі келді екен деп үйренсеңіз екен. Ал енді Шағбан айы сол еккеніңізді күтетін ай деді ғой. Яғни біріншісі Алланы танумен айналыссаңыз, екіншісі Шағбан айын сіз сол таныған нәрсені өміріңізге интеграция қылуды, жоспарлауды үйреніңіз. Алланы мен осындай таныдым. Мысалы, жаратушы ретінде таныдым. Алланы қамқоршы ретінде таныдым. Алланы мейірімді, аса қамқор ретінде таныдым. Немесе Алланы кешірімді, сабырлы ретінде таныдым десеңіз, осы бір сипаттарды өміріңізге қолдануға әрекет қылып көріңіз. Өйткені Абай атамыз айтады, Аллаға сенем дейсің, оны қайдан ғана білесің деп сөзді жаңағыдай талқылай келе, Алланың 99 есімін көп оқыңыз. Сол арқылы сіз Алланы танисыз деп тұжырымдайды. Ендеше Шағбан айын Алланың 99 есімін оқу арқылы біз өмірімізге соны интеграция қылсақ. Ал енді осы Алланы танып, Алланың 99 есімін өмірімізге қолдануды сонымен кең таныссақ, алдымызда Рамазан айы күтіп тұр. Біз Алланы жақсы танығаннан кейін, ойлаймын, құлшылық ибадатымыз өте керемет болады. Өйткені Рамазан айы, пайғамбарымыз айтқандай, күндіз шөл және Алланың берген асынан, су менен асынан өзіңізді сақтап, яғни аштықпенен шөл және де жаман сөз, жаман істен өзіңіз тыйылу болса, кешке тарап намазға барып, құлшылық етуді айтады. Пайғамбарымыз айтады, кімде-кім Рамазан айын иман мен сабырлықпен өткізсе, яғни ораза тұтса, және де кешке жақын намазда тұрып, сабырлықпен иманмен өткізсе, ол кісінің бүкіл өткен де кеткен де күнәсі кешіріледі деп айтады. Құрметті бауырлар, Рамазандағы оқылып жатқан Құраннан нәр алам десеңіз, сол жердегі аштығыңызды ғана, шөліңізді ғана ойламай, бәлки сол аштық, сол шөліркеу Аллаға сізді жақындатып жатқанын сезем десеңіз, онда бірінші онда Шағбан, Раджаб айларынан бастасаңыз абзал. Және де кешке жақынғы тарапы намаздарына шамаңыз жеткенше тұрып, сол жердегі Құранды естіп, рахат алудың өзі бір үлкен ғанибет. Бірақ сіз оны түсінбесеңіз, оны оқып шықпасаңыз, қайдан рахат аласыз? Ендеше оған дейінгі айларда бір мәрте болса да оқып алып, ал енді Рамазан айы келгенде әр күні ерекше тоқталып, әрбір аятты, әрбір Алланың сізбен бізге берген насихатын өмірде қолдануға әрекет жасасақ екен. Себебі Рамазан айы, Құран айы. Алла баршамызға да осы айларды аман есен, руханиятқа толы болған қуанышпен өткізуді нәсіп етсін.